Республикалық бюджеттің кірістері толығымен орындалмауы келесі сыртқы факторлардың әсерінен болды. Біріншіден, Қытай Халық Республикасында өткен жылдың соңында пайда болған коронавирус эпидемиясының таратылуы импортқа салынатын қосылған құн салығының көлеміне теріс әсерін тигізуде. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың ақпан айында Қытайдан әкелінетін импорттың көлемі 19 жылдың ақпанымен салыстырғанда 11%-ке, ал физикалық көлемі 20%-ке төмендеді. Нәтижесінде Қытайдан келетін импорттық тауарлардан түсетін кедендік баждар мен салықтардың көлемі 12%-ке азайды. Жалпы есепті кезеңде Қытайдан келетін автокөлік құралдарының саны 24%-ке және темір жол транспорты 14%-ке азайды. Одан басқа ақпан айында Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен импорт тасымалдайтын автокөліктің саны 20%-ке азайды. Екіншіден, сыртқы нарықтағы бағалардың төмендеуі, мыстың бағасы 6%-ке, алюминийдің 5%-ке, мырыштың 10%-ке, қорғасынның 3%-ке төмендеуі, 50%-тен астам корпоративтік табыс салығын төлемшілердің аванстық төлемдерінің азаюына әсерін тигізді. Сонымен бірге 18 екінші деңгейлі банктердің салық түсімдері 56%-ке азайды.